Сәлеметсіздер ме, құрметті балалар? Қазір сіздерде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәні. Оқытушысы Бәдәулет Бүкіләзира Тұрарханқызы. Бүгінгі тақырыбымыз мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізудің маңыздылығы жайында сөз қозғаймыз. Жалпы іс жүргізу барысында қолданылатын тіл мемлекеттік тіл қазақ тілі. Қазақ тілімен тең дәрежеде ресми түрде кейде орыс тілде қолданылады. Мемлекеттік тілдегі құжаттардың әрқайсысы жеке бланкілерде басылады. Және бірдей уақытпен тіркеліп, қол жеткізуді шектеу белгісімен, бекіту белгісімен және қосымшасы бар жоғы белгісімен, сол лауазымды тұлғаның қойған қолымен, келісу белгісімен, келісу бұрыштамасымен, орындаушы туралы белгісімен, мөрмен ресімделіп отырылады. Жалпылама іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу ол мемлекеттік құндылық. Яғни біздің қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде құжат құрастыруда қызмет атқарады деген сөз. Яғни дербес ғылым. Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізу жалпылама тарих, саясаттану, архив ісі, тіл білімі, педагогика сияқты ғылым салаларымен өте тығыз байланысты. Тағы бір маңыздылығы мемлекеттік тілдің. Мемлекетіміздің болашақ мамандық иелерін іс қағаздарын толтырудың мемлекеттік стандарттары мен толтыру әдістері, жазылу стилі, қызметі, мақсаты сияқты білім негіздерімен қаруландырып отырады. Қазақ тілінің қоғамдағы дамуына, күшеюіне мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу пәні септігін тигізіп отырады. Ал енді осы құжаттарды құрастыру барысында көптеген ерекшеліктерге мән беруіміз керек. Біріншісі, жалпы құжаттарды құрастыру барысында құжаттың толтыратын форматты қағаздарды дайындап алуымыз керек. Бұл форматты қағаздар құжаттың мақсатына байланысты қолданысқа енеді. Мысалы, қызметтік құжаттар болып жатса, жаңағы бұйрық, немесе жаңағы келісім шарттар болып жататын болса, бұл құжаттар А4 форматына құрастырылады. Екінші формат ол А5 форматы. А5 форматы көбінесе анықтамаларға қатысты беріліп жатады. Яғни анықтамалар көбінесе осы А5 форматында құрастырылып жатады. Екінші бір ерекшелік, жаңағы форматтарын дайындап алғаннан кейін құжаттың жиектік өлшемін белгілеуіміз керек. Жиектік өлшем бұл стильдік ерекшелігі деп те айтуға болады құжаттың. Яғни құжатты құрастырмас бұрын жиектік өлшемдерін белгілейміз. Яғни жиектік өлшемі сол жағы, оң жағы және жоғары жағы, төменгі жағы деп айтылады. Сол жақтағы жиектік өлшем 20 мм-ден болады. Оң жақтағы жиектік өлшем 10 мм-ден. Үсті 20 мм-ден, асты 10 мм-ден қойылады. Жалпы осы жиектік өлшемдері қойылып болғаннан кейін барып қана құжат құрастырыла бастайды. Яғни құжат құрастыру үшін бізге мына үшінші деректемелер қажет. Деректемелер жалпы іс қағаздарын жүргізуде деректемелердің 29 түрі бар. Біз кейініректе осы деректемелердің 29 түрін оқимыз, қарастырамыз. Ал қазір, яғни жаңағы жиектік өлшемдері белгіленіп болғаннан кейін құжаттың ішіне ақпараттар енгізіледі. Яғни деректемелер дегеніміз құжаттың ішкі құрылымы, ішіндегі ақпараттар. Яғни құжатқа қандай ақпараттар енгізіледі. Сол ақпараттар барлығы белгілі бір деректемелермен қойылады. Мысалы, құжат қандай тақырыпта берілді. Немесе құжат қай күні бекітілді. Немесе құжаттың
тақырыбы қандай десек мысалы, осы ақпараттардың барлығы қажетті деректемелермен қойылып отырады. Яғни деректемелерді айқындап алғаннан кейін, яғни біз осы жерде қандай құжаттарды құрастыруымыз керек? Құжаттардың жалпылама қағаздарында жалпылама үлкен екі тобы болады. Бұл мазмұны мен қызметіне байланысты құжаттар құрастырылады екен. Бұл жеке құжаттар және қызметтік құжаттар. Жеке құжаттар адамның өзінің қолында болатын, кез келген уақытта қолданысқа енгізе алатын құжаттар. Мысалы, бұл жеке куәлік, туу туралы куәлік қолымызда болатын, мамандық алғандығы туралы, мысалы, дипломдар десек, бұлардың барлығы адамның өзінің қолында болатын құжаттар, жеке құжаттар. Жеке құжаттардың өзі жеке құжаттар және жеке қызметтік құжаттар деп бөлініп жатады. Ал жаңағы мен айтып кеткен ол жеке құжаттар болатын болса, адамның өз қолында болатын құжаттар. Екіншісі жеке қызметтік құжаттар, ол адамның өзінің қолынан толтырылатын құжаттар болып есептелінеді. Мысалы, өтінішті алып көрейік. Өтінішті адам жеке тұлға өзі ғана толтыра алады, өзі ғана соған қол қояды. Мысалы, жеке құжатты өтінішті басқа адам толтыра алмайды екен. Ал қызметтік құжаттар мекемеде, ұйымда, қызмет бабына байланысты құрастырылып жатады. Бұл мысалы қызметтік хаттар болуы мүмкін. Хаттардың әр түрі. Қандай хаттар болуы мүмкін? Сұрау салу хаттары, жауап хаттар, коммерциялық хаттар болуы мүмкін, Міне осындай деңгейде қолданылатын құжаттар ол қызметтік хаттар, құжаттар екен. Бұл сол мекеменің жұмыскері атынан, сол мекеменің жауапты қызметкері атынан толтырылатын құжаттар екен. Жалпылама бағанадан айтып жатырмыз, жалпы құжат дегеніміз белгілі бір жайды, фактіні сипаттайды, куәландырады, соны растайды, болған оқиғаны растайды. Мысалы, бүгінгі істелінген жұмыстың қандай тақырыпта істелінгендігін растайды. Қай күні, қашан істелінгенін растайды, дәлелдейді. Ал жеке құжаттардың иесі кім екендігін, мамандық иесі кім екендігін растап тұрады. Яғни, мысалы, сол тұлғаның шын негізгі тұлға екендігін осы құжат арқылы дәлелдеп тұрады. Жалпы адам өмірінде құжаттың маңызы өте зор. Адам дүниеге келгеннен бастап құжатпен өте тығыз байланысты. Құжат адам өмірінде негізгі рөлдерді де рөл атқарып отырады. Балалар, мен сіздерге қысқаша мемлекеттік тілдес қағаздарын жүргізудің маңыздылығы, ерекшелік туралы айтып өттім. Сіздер келесі сабаққа сіздерге берілген оқулықтан 15-18 беттердегі ақпараттарды оқып, түсініп, оның ішіндегі қажетті ақпараттарды дәптерге жазып алуларыңызды сұраймын. Сол 18 бетте осы өткен тақырыптарға байланысты тапсырмалар берілген. Сол тапсырманы орындап, толтырысқа жіберіп отырыңыздар.